Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Молочная девочка тортын дайындаймыз. Екі жұмыртқаға жұмсақ 80 грамм сары майды қосамыз. Бір құты айналайын немесе три желание қойытылған сүтін қосамыз. Миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Он грамм қамыр қопсытқыш, 190 грамм електен өткізілген ұнды қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Жиырма екі диаметрлік асты алынатын формамызды алып, астыңғы бөлігіне пергаментті қойып, үстіңгі бөлігімен қысып, осылай формасын шығарып аламыз. 7 немесе 8 пергаментті дайындап аламыз. Мен 7 корж дайындадым, сол үшін 7 пергаментті дайындап алдым. Келесі бетіне аударып, бірдей қамырымызды бөліп аламыз. 7 коржыға мен 2,5 ас қасықтан салып шықтым. Қамырымызды шекарадан шығарып алмай, палетканың көмегімен жаямыз. Менің қамырым тұрып қалды, сол үшін қоюланып кетті. Қамыр қоюланған кезде жаю оңай болмайды. Сондықтан қамырды дайындай сала осылай жағып шығыңыздар. Бір керкетіп жағуға тырысыңыздар. Сонда біздің тортымыз әдемі болып шығады. 200 градуста қызып тұрған пеште сәл қызарғанша пісіріп аламыз. Және теп-тегіс жерге коржымызды қоямыз. Әбден суытамыз. Сосын барып кремін дайындаймыз. 300 грамм творожный сырға менде крем етті. 190 грамм қант ұнтақты електен өткізіп қосамыз. Және осы екеуін біріктіреміз. Миксермен біркелкі болғанша араластырып аламыз. «33 немесе 35% кілегейді қосамыз. Менде Эльвир. 700 грамм қосамыз. Тортқа кремді дайындау үшін біздің кремге қосатын заттарымыз 6-7 сағат кемінде тоңазытқышта тұру керек. Салқын күйінде қолданамыз. Мінекей, біркелкі болғанша, қою крем шыққанша миксермен араластырып аламыз. Подложкаға кішкене крем жағып, осылай кольцоның көмегімен тортымызды жинаймыз. Әр корждың арасына мен 4,5-5 ас қасық толтырып, крем салып, жағып шықтым. Осылай кольцоның көмегімен торттарыңызды жинасаңыздар, тегіс әдем болып шығады.
Ең соңғы коржын үстіне креміміз салып, палетканың көмегімен тегістеп жағамыз. Кальцоны осылай ашпай көтеріп алып шығамыз. Жан жағына қалған кремімізден жағып шығамыз. Тортты тегістейміз. Осындай кондитерлік дүкеннен вафельный кружки сатып аламын. Үстіден асты қарай жабыстырамыз. Немесе кокосовый стружканы қолдануға болады. Әрлеу өз еркілеріңізде. Әрлеп болған соң 1,5-2 сағатқа тоңазытқышқа салып аламыз. Осымен біздің молочная девочка тортымыз дайын. Өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. 100% сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Пікір қалдырып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан Канафина.